Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен болған Мөлдір Әділхан. Бүгінгі дайындайтын асымыз бауыр пирогы. Соңына дейін көріңіздер. Қажетті заттар: бауыр жарты келі, жұмыртқа, сүт, тұз, бұрыш, ұн және май керек болады. Қажетті заттардың мөлшері төменде описаниеда жазылған. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысымызға саламыз, кішкене араластырамыз. Содан соң сүтті құйып, тұз бұрышымызды саламыз. Бауырымызды саламыз, әбден араластырамыз. Және ұнымызды және майымызды қосамыз. Әбден араластырамыз, біркелкі масса шығу керек. Табамыздың астын ең бірінші блинчик пісірердің алдында майлап аламыз. Тек ең біріншісінде ғана майлаймыз. Содан соң майдың керегі жоқ. Өстіп екі бетін әбден пісіріп аламыз. Жұқалау қылып салған дұрыс болады. Блинчигіміз жұқа болу керек. Осылай әрбір блинчикті пісіріп аламыз. Жұмыртқаны асып аламыз. 3 жұмыртқа бетін әсемдеуге және салмасына кірісеміз. Ол үшін жуаны осылай ұсақтап тураймыз. Сосын 2 сәбізді үккіштен өткіземіз. Табамызды қыздырып, үстіне май құйып, содан соң салмамызды пісіреміз. Астын жайменге қойып, тұзын, бұрышын салып, татымына қарай. Содан соң араластырып, бетін жауып қоямыз. Арасында араластырып тұру керек болады, күйіп кетпес үшін. Осылай пісіріп аламыз. Міне біздің блинчиктеріміз, салмамыз дайын және майонез керек болады. Біртіндеп әрбір блинчикке майонез жағып, одан салмамыздан кішкене салып, солай бүкіл блинчиктердің үстіне жағып шығамыз. Бауырды рационда көбірек пайдаланған дұрыс. Ағзаға қан көбейтуге жақсы. Сондықтан менің каналымда менімен бірге болыңыз. Әртүрлі ағзаға пайдалы ас дайындайтын боламын. Жаңа ашылған каналды қолдап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Соңғы блинчик салған кезде үстіне осылай майонезді жағамыз. Содан соң салмасын салмаймыз. Оның орнына жұмыртқаның ағы мен сарысын әсемдеп үккіштен өткізіп шығамыз.
бауыр пирогымыз дайын болды. видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. қазақша каналға тіркеліп қолдап қойыңыз.